Бүйтіп шекіп атсың ба? Бүйтіп шекіп жаттың. Консулайсың скеттіге. Давай посмотримся. Будет и лавы. Давай. Давайте. Вырезку кішкене айна. Что самое? Айна. Бізге ұнамайды деді давай игры бізге киетін ойнап отырайық. Бізге кишене. Біреулер игра в кальмара ойнағысы келіп жатқан сияқты ғой. Мен соларға қарай барайын. Маған дауыстар естіліп жатыр, игра в кальмара ойнағысы келіп жатқан балдардың. Мамам сухой идея. Ах, таянды. Фитскалдывай. Тачку. Нестима сенды. Я? Фитскалды. Нестиміз? Үйде игра в кальмара ойнағысы келетін балдар жүрген сияқты. Мен игра в кальмарадан келдім. Кімсіз? Мен сендерге игра в кальмарадан келдім. Сендер игра в кальмара ойнағымыз келіп жатыр деп айттыңдар ма? Емс? Сол себепті мен светті өшірдім. Ойын басталды. Ха-ха-ха-ха. Тез бірінші орындарыңа отырыңдар. Ойын басталды. Бізде бірінші ойын басталды. Бірінші ойын бізде ол это лава ойыны. Қазір бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірінші ойын жаңа айтқандай пол это лава ойыны. Сендер пол это лава ойынын білесіңдер ма? Пол это лава ойыны басталды. Бірінші жастық қоямыз жерге қатарынан. Төрт жастық қоямыз. Бұл ойынның шарты бойынша ешкім жерді баспау керек, тек қана жастықтарды басады. Басады ғой? Жоқ, жақындатуға болмайды. Кім жерді басса, сол ойыннан шығады. Түсіндіңдер ма? Иә. Бірінші кім бастайды? Сулифа. Бірінші Айлин бастайтын болды, себебі Айлин Зайсанды кесті қолын. Кеттік. Ешқандай жерді ұстамаймыз, осылай круг жасаймыз. Енді сәл қиындатамыз, жастықтарды алысырақ қоямыз. Түсіндің ба? Екінші этап басталды, екіншісінде бастаймыз. Кеттік. Қиынырақ. Ойыннан шықтың. Енді сен. Бізде екінші қатысушы ойын бастады. Қазір бастайды, бірінші қатысушы ойыннан шықты. Кеттік. Басуға болмайды жерді. Жерді басуға болмайды, тек қана жастықтарды басамыз. Ойыннан шықтың. Отыр. Екеуің де ойыннан шықтыңдар. X сендерге. Бізде екінші ойын басталды. Қазірше ешкім ұтқан жоқ. Екінші ойында
Мына тұрған Лабубу мен Свинка Пеппаны мынау арқылы құлату керек. Құлата алмаған адамды ойыннан шығарамыз. Екінші ойын басталды. Екінші ойында кім бірінші шығады? Сулифа жасаңдар. Сулифа. Енді екінші ойында Айлин шығады. Шартты түсінікті ме ойынның? Мына арқылы ойыншықтарды құлату керек. Ойын басталды, кеттік. Дұрыс емес. 3 попытка бар сенде. Құлаттың. Енді Свинка Пеппа. Екі попытка ұтылдың. 3-ші попыткадан ұтылсаң, ойыннан шығасың. Ойыннан шықтың. Екінші ойында екінші ойыншымыз шығу керек. Мына ойыншық арқылы мына екеуін құлатасың. Бір попытка ұтылдың. Екінші попытка ұтылдың. Молодец. Молодец. Бізде жеңімпаз Лайсан. Ойыннан өттің. Бізде екінші ойында жеңімпаз Лайсан. Енді бізде үшінші ойын басталды. Үшінші ойынның шарттарын қазір түсіндіріп кетемін. Бізбен бірге болыңыздар. Үшінші ойында мына тәрелкелер арқылы теріс қарату керек. Түсінікті ме? Бізбен бірге каналға тіркеліп, лайк басып, подписация етіп, колокольчик басуды ұмытпаймыз. Үшінші ойын басталды. Үшінші ойында Сулифа. Кім бірінші шығады? Сулифа. Мен еттім. Кеттік. Айлин бастайды. Ойын шарты түсінікті ме? Міне, мынау жерде болады. Мынау тарелка арқылы наны теріс қаратуың керек. Түсінікті ме? Сенде 3 попытка бар. Кеттік. Бір попытка ұтылдың. Екінші попытка. Молодец. Тағы да 1 балл бар сенде. Үшінші попытка ұтылдың. 4-ші попыткадан ұттың. 2 балл бар. Соңғы 3-ші балл. Кеттік. Ұтылдың. Екінші ойыншы шығамыз. Үшінші ойынымыздың екінші ойыншысы шығамыз. Бұл жерде ойын шарты бойынша мына тарелкені теріс қарату керек. Мынаны басу арқылы. Кеттік. Бір попытка ұтылдың, тағы да бір рет істеп көр. Екінші попытка ұтылдың, тарелкенің үстіне қоямыз. 3-ші попытка ұтылдың. Ойын аяқталды. Ешқандай ойыншы ұтқан жоқ. Айлинде 2 балл болды, 3-ші балл жетпей қалды. 3-ші ойын аяқталды, жеңімпаз жоқ. 4-ші ойынымыз басталды, соңғы ойын. Бұл ойында ешқандай жеңімпаз болмаса, ешкім сыйлық алмайды. Қазіргі ойынның шарттары мен қарағанда тоқтап қал деген. Қазір 2 ойыншы да артымда тұрады. Мен қарағанда тоқтап қал дегенде тоқтап үлгеру керек. Ойыншылар түсінікті ме? Тұрамыз. Тише едешь, дальше будешь. 1, 2, 3. Тише едешь, дальше будешь. 1, 2, 3. Ойыннан шықтың. Лайсан, шық ойыннан.
Кыймылдап калдың сен. Тише, едешь, дальше будешь. Тише, едешь, дальше. Бізде 4-ші ойынның жеңімпазы Айлин. Құттықтап қойсаңыздар болады. Ойыннан өттің. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі ойынды күтсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып, Төрт келіп, колокольчик басында. бәріңе пока. Пока!